Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаушылар, қатысушылар. Экологиялық заңнама талаптарына сәйкес қоғамдық тыңдаулар іске асыру қоршаған ортаға және азаматтардың денсаулығына тікелей әсер етуі мүмкін жобалар бойынша өткізіледі. Бүгін біз 21.07.25 жылы лицензиясына байланысты Шығыс Қазақстан облысында блоктары бойынша қатты пайдалы қазбаларға арналған геологиялық барлау жұмыстарының жоспарын түзетуге ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдауларды өткіземіз. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулардың қатысушылар арасында көпшілік дауыспен сайлау және регламент бекіту қажет. Қоғамдық тыңдаулар қатысушысы Желгал концепт экология Каляскарова Дана кандидатурасын ұсынамыз. Дауыс берулеріңізді сұраймыз. Қолдарыңызды көтеріңіз. Кім қолдайды? Кімді? Тыңдағанға. Қатысуға. Кім қолдайды? Кім қарсы? Әлі сен тыңдап отырсың, сотқа қоймауыз. Мен сұрақ қойып отырмын. Кім қолдайды дедім. Кім қарсы дедім. Кім қалыс қалды? Әрі қарай бүгінгі тыңдау регламентін бекітуді ұсынамын. Бірінші, жоспарланған қызмет туралы баяндама 10 минут, жоба бойынша сұрақтар, ұсыныстар мен ескертулер 10 минут, қоғамдық тыңдаулардың қорытындысы 5 минут. Регламентке дауыс берулеріңізді сұраймын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Кім қалыс қалды? Енді доклад сізге. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдаушылар. Мен Legal Coach концепт жауапкершілігі серіктестігінің экологы Каляскарова Дана. Шығыс Қазақстан облысындағы блокта қатты пайдалы қазбаларға арналған геологиялық барлау жұмыстарының жоспары 2023 жылы келісілді. Және Шығыс Қаз жер қойнауы сақтауға тапсырылды. Жұмыстарды жүргізу үшін Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Казминтекстиль минерал жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 2023 жылы 20 шілдеде берілген EL2068 нөмірлі лицензиясы негіз болып табылады. Лицензия 6 жыл мерзімге берілді. Осы жоба бойынша қоршаған ортаға әсерді бағалау бұрын жүргізілмеген. 2024 жылы жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша 2025 жылы бұрғылау көлемін ұлғайту және сирек металлды кендеудің перспективалы учаскесін табуға байланысты тау-кен жұмыстарын қосу туралы шешім қабылданды. Геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесі сирек металлды минералданудың перспективалы учаскелерінің минералдық ресурстарын бағалайтын есеп болады. Әкімшілік жағдайы бойынша лицензиялық алаң Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы шегінде орналасқан. Лицензиялық алаңның шекарасының солтүстікке қарай 3,5 км жерде Сағыр кенті, оңтүстік шығысқа қарай 1 км жерде Бестерек кенті орналасқан. Атмосфералық ауаның жай-күйіне әсерін бағалау. Осы барлау жоспарында көзделген геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезеңінде 6 ұйымдастырылмаған көздер және атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының бір ұйымдастырылған көзі көзделеді. Арықтарды үңгілеу, бұрғылау жұмыстары, ұйымдастыру жоспарлау жұмыстары, ПСП сақтау, жанармай құйғыш, ойылған білдек, діс далалық лагерь. Дала жағдайына сынамаларды өңдеу көзделмейді. Жер бетіндегі концентрацияларды есептеу нәтижелерін талдау белгіленген әсер ету аймағының шекарасында барлық ластаушы заттар бойынша шындыққа асып кету анықталмағанын көрсетті. Ластаушы заттардың концентрациясының негізгі үлесі тікелей бөлу көздеріне шоғырланған. Ластаушы заттардың қауіпсіз концентрациясына дейін шашырауы нормаланған әсер ету аймағының шекараларына белгіленген қорытынды жасауға болады. Судың жай-күйіне әсерін бағалау. Учаске аумағындағы су шаруашылық, ауыз су және технологиялық қажеттіліктерге пайдаланады. Ауыз сумен жабдықтау көзі жақын елді мекен желілеріне әкелінетін бұл су болады. Тартылған персоналдың орташа саны 15 адамды құрайды. Техникалық сумен жабдықтау шарт бойынша жақын елді мекен желілерінен әкелінетін су есебінен жүзеге асырылатын болады.
Техникалық сумен жабдықтау шарт бойынша жақын елді мекен жерлерінен әкелетін су болады, жүзеге асыратын болады. Жылдың ең ыстық кезеңінде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде автомобиль жолдары суару машинасы мен шаңғы басу жұмыстарын жүргізу көзделеді. Шаруашылық тұрмыстық сарқынды суларды бұру су өткізбейтін септикке биодәретханаға жүзеге асырылатын болады. Оның толуына қарай мамандырылған ұйым ассенизациялық машинамен айдауды және ағынды суларды жақын арадағы тазарту құрылыстарына әкетуді жүзеге асырылатын болады. Осы ықтимал әсерлер туралы есебімен қатты пайдалы қазбаларға арналған геологиялық барлау жұмыстарының жоспары бассейн инспекциясымен келісілген. Өсімдік пен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Теріс салдарды азайту үшін геологиялық барлау жұмыстары топырақтың үлкен аумаққа бір уақытта әсер етпейтінді жүргізілуі керек. Техниканы пайдаланудың барлық ережелерін сақтай отырып, өсімдік ортасына қосымша теріс әсер етпейді. Геологиялық барлау жұмыстары жергілікті және қысқа мерзімді сипатқа ие. Жұмыстың негізгі түрі ұңғымаларды бұрғылау болып табылады. Өсімдік ресурстары өндірістік қызметте пайдаланылмайды. Экономикалық әсері жануарлар мен өсімдіктер әлемінің қалыптасқан түрлі құрамына өзгеруіне әкелмейді. Жұмыс аяқталғаннан кейін және топырақ қалпына келтірілгеннен кейін мұнда бұрын өмір сүрген жануарлар мен құстардың түрлі құрамы тез қалпына келеді. Жер ресурстары мен топыраққа әсерін бағалау. Шығарындылардың іргелес аумақтардың жер жануарларына әсер етуінің болжамды деңгейін рұқсат етілген деп бағалауға болады. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде бұзылған жерлердің ауданын азайту мақсатында құнарлы қағаз бөлек жиналатын болады. Зерттеулердің толық кешенін жүргізгеннен кейін ұңғымалар толтыру арқылы жойылады. Жоба бойынша жұмыстар толық аяқталғаннан кейін корпусты құбырлар алынып бульдозердің көмегімен толтырылады және ПСП төселген алаңды қалпына келтіреді. Жер қойнауына әсерін бағалау. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде қоршаған табиғи ортаға негізгі әсері тау кен қазу және бұрғылау жұмыстарының қамтамасыз етіледі. Өндірістік алаңның аманында пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеу бойынша операциялар жүргізілмейді. Жалпы геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану және қорғау саласындағы талаптар сақталған кезде жер қойнауына әсері орташа деп бағаланады. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға әсерін бағалау. Жұмыстарын жүргізу барысында қалдықтардың келесі түрлері түзелетін болады. Персоналдық тіршілік әрекетінен қатты тұрмыстық қалдықтар және майланған шүберек. Бұл қалдықтарды жинау және уақытша сақтау арнайы бөлінген қатты негізбен жабдықталған алаңда қақпағы бар арнайы контейнерлерде жүзеге асырылуы тиіс. Жинақталуына қарай барлық түзелетін қалдықтар шарт бойынша мамандырылған ұйымға беріледі. Физикалық факторлардың әсерін бағалау. Физикалық әсерлерге мыналар жатады: шу, діріл, электромагниттік өрістер, радиоактивті заттардың иондаушы сәулеленуі, жылу сәулеленуі, ультракүлгін және экономикалық белсенділік нәтижесінде пайда болатын көрінетін сәулелер. Бағалаудың дыбыс диапазонында қоршаған ортаның ластануына көзделіп отырған қызметтің үлесі жұмыс учаскелерінен қоныстану құрылысына дейінгі қашықтыққа байланысты шамалы деп бағаланады. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу учаскесінде жоғары температура қоспалар шарындылары бар объектілері жоқ. Осыған байланысты атмосфераның жер үсті қабатына жылу әсері алынып тасталады. Әлеуметтік экономикалық ортаға әсерді бағалау. Жобаланатын объектінің өңірлік әлеуметтік саласына әсерін талдау ауданның қолданыстағы нәтижесі үшін ұлғаюына болмайтынын көрсетеді. Барлауға байланысты жұмыстар бірқатар жұмыс орындарын құруға әкеледі. Осылайша жоспарланған жұмыстарды жүргізу өңір халқының әлеуметтік тұрмыстық инфрақұрылымына қажетсіз жүктемені туғызбайды. Сонымен қатар жұмыс күші мен тұрмыстық қызметтерге сұраныстың белгілі бір өсуі жергілікті халықтың жұмыспен қамтылуына артуына оң әсер етеді. Авариялық жағдайлар. Авариялық жағдайлардың туындауын болдырмау және жұмыстың барлық кезеңдерінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жобалау нормаларын сақтау қажет. Жұмыстарды ұйымдастыру кезінде тәуекел дәрежесін төмендету үшін ұйымдастыру шараларын адамдардың жауапкершілік тізбесін хабарламаларды беру жоспарын авариялық қызмет туралы егжейлі деректерді және тағы басқа қамтитын авариялық жағдайлардың алдын алу жөніндегі шараларды көздеу қажет. Осымен сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Сұрақ бермесін. Барлау жұмыстары жүргізіледі.
барлау жұмыстары жүргізіледі. Қазкритикалық жауапкершілігі шектеулі Жоқ, серіктестік. сіз өзіңіз түсіндіріп бана айтсаңызшы. Сөзбен айтыңызшы, сөзбен. Вообще не береміз, ауызбен айтыңызшы, білмей түсіндіріп. Қарапайым түрде айтыңыз. Барлау жұмыстары жүргізіледі. Мен Ол соны не? айтып жатырмын ғой. Сол үшін біз ана қазкритикалық жауапкершілік серіктестігі барлау жұмыстарын бастаудың алдында қоғамдық тыңдаулар өткізу керек. Сіздердің алдыңыздардан өту керек. Сол үшін міне қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Мен жаңа докладта, мына баяндамада экология жағынан қандай әсер болуы мүмкіндігін айттым. Атмосфераға, суға, содан кейін жер қойнауына және жер ресурстарына, өсімдіктер мен жануарларға қандай әсер етуі мүмкін. Соның бәрін жаңа оқыдым ғой сіздерге. Содан кейін сол үшін осы тыңдаулар өткізіледі. Ол заң бойынша өткізілуі керек. Сіздер дауыс бересіздер қазір. Қолдайсыз ба, қолдамайсыздар ма, немесе қалыс қаласыздар ма. Содан кейін оны уже неменеге жібереді порталға, оны уже олар шешеді. Сонда мен өзімнің түсінігім бойынша елді шатамын. Ана сонда мынау бірақ жер қазылады екен негізі, иә? Қазылмайды, олар теседі. Теседі ғой. Иә, теседі. Білеміз оның бәрін. Қалай жерде тұрғандар оны көрді. Ал сонда бұны енді бізге қатысырғанда халыққа неме болған жиналыс. Халыққа ескерту ғой. Ескерту. Маңайларыңызда міне бестерек, мысалы мен бестеректі айтайын. Бестеректің жаңағы алдыда ма, сол жерде карта бойынша жаңағы қарап отырып, сол жерде қазылады. Соны халық білу керек. Ол жердегі заң бойынша бұл кісілерге ескерту керек. Сондай жұмыстардың алдында экологтерге ескертеді. Біз сондай жұмыстар жүргіземіз. Оған егер сол жерде туындаса баяғы өрт шығып кетсе, мәшіндерін жаңа айтып жатыр, мәшіндері бар, аварийный состояние болса, жер қазылып қалса, бетіндегі плазород дейді ғой, бетінде құнарлы топырақ алып бөлек қойып қояды. Біткеннен кейін қайтадан орындарына қойып кетеді. Сондай жұмыстар. Жоқ, енді мен сіздерге түсінгенімді айтып берейін, ол сіздер содан кейін айтыңыздаршы, ол әйтпесе қазір сөзіміз көбейіп кетеді, шындықты айтып берейін. Бұл кісі соның алдын алып айтып жатыр, осындай нелер болады, осындай мүмкіндіктер болады, сондай болмас үшін біз осындай жұмыстарды жүргіземіз деп сіздерге жаңа оқылғанда докладында бөліп айтып жатыр ғой, су бойынша, от бойынша, пожар болса өздері жауапты, сол жердегі топырақтарына өздері жауапты. Келген мына экологтар арқылы олар жұмыс істейді. Олар тексеріп алады, қай уақытта болсын, басқа жерді қазып тастады ма, или бір шұңқыр қазды ма. Енді бұларда былтыр қазғандарында міне қазір бізде қазды, Тарқында қазды, Скалистіде қазды, қазір Асқұлы Агневкаға ауысып жатыр. Мына жақ Алмасайға кетті. Бір тұрба содан қазып, былтыр олар тастарын шығарып алды, сағырда үйін төстеді. Бір жігіттің келісті, үйін арендаға квартирасын алды, ақшасын төледі. Сол жерде олар алған пробаларын сол жерден жіберіп отырды. Одан кейін сағырдың адамдары қарсы болды, ауылдар таңатпай тұрбана тас кесетімен кеседі, мынау біз қарсымыз деді. Олар сразу өздерінің базаларын алып кетті. Мына жерден қазып алады, тастар шығады, мынандай 16 тастар. Соны алады да асфальтқа әкеледі. Олардың жұмысы сондай. Сіздерде қай жерде болады база? Мен айтып отырмын мына жерде. Базаларын білмеймін, ол компанияның сұрағы ғой. Лицензияны алғанға шекарасынан солтүстікке қарай 3,5 километр жерде Сағыр кенті, оңтүстік шығысқа қарай 1 километр жерде Бестерек кенті орналасқан. Ол сіздермен келісуі мүмкін. Олар былтыр сияқты адам іздейді, үйінде тұрып, ақшасын төлеп, тоғын ұстап, төлеп беруге келіскен Сағырда. Былтыр келісті, біраз уақыттан кейін анау таңертең кезген кезде елдер шулай бастады, таңатпай ерте кеседі, кешке жақын кеш кеседі. Анан дауыс шығып тұрады ғой, тас кескендегі. Содан кейін қатысы болды да, олар өздері базаларын алып кетіп, асфальтты кесті. Сол сияқты. Жоқ, енді сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Жоқ, ол жалпы Бестеректе оның қаражаты қанша мысалы? Қазды елдердің Бізде совет үкіметі кезінде үйтіп қалған жоқ, міне қаздыңыздар ғой, сіздер қазылып ол қазылған. сонда жерде жұмыс бола ма сонда қазылған жерде? Жоқ, оны қазір қарайды ғой, қараңыздар, барлауға келгеннен кейін олар жұмыскер іздейді. Чем ана жақтан уақытымен әкелгенше, былтыр Сағырдан біз не тракторист таба алмай қойғанбыз, не ананы кесетін адам таба алмай қойғанбыз. Зарплатасын бәрі қойып береді. Егер сіздің деген адам болса, оларға жеңіл осы тұрғылықты адамдардан алғанға. Чем ана жақтан уақытымен 15 адамдар келіп,
Үйтіп жұмыс істегенше олар сіздермен келісіп жұмыс істейді. Оның бәрін көрсетеді келгенде қазір өзі фирма келсе қазір олар бізден запрос сұрайды. Осы ауылда тракторист керек дейді, біреу бульдозерге отыратын адам керек дейді, біреу машинаға отырып су шашатын адамдар керек дейді. Сондай адамдар іздейді. Былтыр Сағырдан бір-екі адам шықты, өтірік айтпаймын. Екі адам и повар іздеген былтыр білесіңдер. Осында келіп повар іздеген, повар тамақ пісіретін адам үйінде пісіріп қойды. Былтыр Төреханның келіншегі үш уақыт тамағын пісіріп отырды. Алар продуктысын бәрін әкеліп береді, пісіріп үйінен әкеліп отырды далаға. Енді повар да іздейді олар, шындықты айтады. Былтыр повар ерекше болды да, Төреханның әйелі істеген. Сәулемен Назгүл істеген. Повар адамдар жоқ, зарплатасын келсек, оны мен сіздерге айта бермеймін. Оны келген мына фирма, жаңа айтып отырған, солар келіп өздері келісімшарт жасайды. Мен ортасында дәнекермін. Солардың мына жерде артық ауыз жүрмеулеріне, артық ауыз жерді қазбауларына мен өз территориям болғаннан мен соған қараймын. Бермейді неге бересіз? Қалай бермейсіз? Ертең қазбалы пайдалы нәрсе шығып жатса, сізге қалай сізге не керек? Сізге Қазақстанға керек. Сіздің бала шағаңызға керек. Біз мына неден де естіп отырмыз, скорее мынау қарғыннан естіп отырмыз. Асыл уақытта оның бәрі зря мына жердің бәрін бүлдіреді олар деп отыр. Міне болып отыр. Жоқ, баяғыда күшінде бүлдіріп жатыр ғой алтын, оны завод шешіліп қойған келісілген. Біз әлі білмейміз бе? Жоқ, мынаның басында біз біліп тұрған жоқпыз ғой Света апай. Мүмкін түк шықпай қалады. шықпай қойсын. Мүмкін алтын шығады, завод тұрады. Қайдан білесіз оны? Керек жоқ. Енді оны Басқа сұрақ бар ма? басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сол қарсымыз керек жоқ. Енді газ шығады. Ана 100 метрден шыққанда бірден де газ шығады. Газ- Ауылда болмаса қайтеміз. Газ шықса енгізу газ тартып аласыз. Керек жоқ ол газ. Сиырдың тезек аман болсын. Ауылдың жарысында болады, Ол сіздерде мына жерде сұрақ, мына кісімен қазіргі қазба жұмысы туралы. Жоқ енді қазір отқанда газ шықса бір улы газ, плакан или Сол үшін эколог келіп отыр ғой. Ол экологты біз содан кейін іздеп таба алмаймыз. Қапсараны қатысу үшін отырмыз біз да. Жарайды. Бізге Егер концентрация бәрі сөйлесе, Басқа тыңдаушыларымызды сұрақтар жоқ, иә? қорытындылайық. Енді блоктар бойынша қатты пайдалы есеп кім қабылдайды, кім қарсы? мен қарсымын. Жазып қойыңыздар. Кім қарсы? Бәрі деп айтпаңыз, сіз өзіңізге жауап беріңіз. Кім Жоспар түзу. қабылдайды? Қолдарыңызды көтеріңіз. Қабылдамайсыз. Керек жоқ. Мен ертең үйімнің қасына келіп қазам десем мен қаздырмаймын. Кім қарсы? Ол алдайдан қаза таппай может. Кім қарсы? Может шөлен Керек жоқ. Қарсымыз. Кім қалыс қалды? Жоқ, иә? Қарсымыз керек жоқ. Жоқ, Абай тыңдап алыңыз, мына бітірейік, содан кейін айта беріңіздер. Мен заң жүзінде келдім, заңды тұлға келіп отырмын. Мен заңды тұлғаның алдында сіздерге мен оны істеймін, ол менің қолымнан менің келмейді. құзырымда жоқ, бұл жер беріліп Біз мысалы жол бермеу. оны басқа жол айтыңызшы апай. Шақырып алыңыз да, басқа жол жер дәметіп. Жоқ, жер. Бүгін мен мына сұрақпен келіп отырмын. Болды. Керек жоқ. Маған керек жоқ болса, керек жоқтарыңызды Керек айтыңыздар. жоқ. Болды. Сіздер айтыңыздар, бұл керек жоқ болып қалсын. Бітті. Иә, қалды, керек жоқ. Жазып алыңыздар. болды. Енді беріп дұрдаттаса барамыз, біз халық жиналыс ашқанда Жиналыңыздар. көріп боламыз. Ол сіздердің еріктеріңіз, Қазақстанның Ана азаматы. көшінде соғып беттегі түрмеге жатырмыз, капка шалды. Так, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банк порталында жарияланатын болды. Болады және Шығыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасы мемлекеттік сайтында қол қойылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей мерзімде шығады. Қатысқандарыңыз үшін рахмет. Болды. Болды. Басқа